Шахмат ойыны адамның зейінін дамытады деп жатады. Иә, бүгін біз зейін туралы сөйлесеміз. Бірақ қарапайым зейін емес, жасанды зейін туралы. Олай болса, кеттік. Адамның миы қалай жұмыс істейді? Сол адамның миы сияқты жұмыс істейтін машинаны қолдан жасауға бола ма деген сұрақтар ғалымдарды бұрыннан мазалайды. Бүгінде жасанды зейін, машиналық оқыту және нейрондық желілер сияқты терминдер қолданысқа еніп, үлкен нәтиже көрсетуде. Солардың кейбіреуімен танысайық. Hello, Kazakhstan. I just want to say that the Oylan Online is the best educational website. Алдыңғы видеоны көріп, біздің жобамызды шетелдіктер мақтап жатыр деп ойлап қалсаңыз, әзірге олай емес. Бұл жасанды зейіннің негізінде жасалған видео. Сіз тек қана мәтінді енгізесіз, кейін спикерді таңдап, оның қай тілде қалай сөйлейтінін таңдайсыз да, генерация батырмасын басасыз. Сол арқылы тек қана мәтіннің негізінде осындай түрлі видеоларды жасауға болады. Келесі қызыққа назар аударыңыз. Егер сіз бала кезіңізден суретшілердің табиғатты айнытпай әдемі етіп салатынынан таңғалсаңыз, және де әркез солай салғыңыз келсе, Nvidia компаниясы сізге сондай мүмкіндікті ұсынғысы келіп тұр. Олардың жасанды зейіні сіздің қисық-қисық салынған нобайыңызды керемет суретке айналдырады, және де қосымша батырмалар арқылы оның жарығын немесе жалпы көрінісін өзгертіп отыруға болады. Жасанды зейін Голливудқа да келіп жетті. Супермен фильміндегі басты рөлді сомдайтын әртістің мұртын кадрдан алып тастау мәселесі өте қызу талқыға түскені есіңізде болса, сол кезде үлкен мүмкіндіктері бар монтажерлар тобына қарсы қарапайым жасанды зейінді қолданған адам бұл мәселені жақсырақ және де арзанырақ шешкен болатын. Жасанды зейіннің Голливудта қолдануы бұнымен шектелген жоқ. Дәл осы киноны сіз білуіңіз мүмкін, бірақ әртістің бет бейнесіне мұқият қарасаңыздар, бұл оригинал фильмдегі әртіс емес. Яғни соңғы өрмекші адамда ойнайтын Том Холланд әртісінің орнына оның алдындағы бөлімінде осы рөлді сомдаған Тоби Магуайрдың түрін қойған. Бұл тәжірибенің белең алғаны соншалықты, кейбір әртістер өздерінің сыртқы бет бейнесінің цифрлық нұсқасын сатып, кейбір кинокомпанияларға ұсынған болатын. Яғни олар өздері рөлді ойнамаса да, олардың бейнесі кадрда пайда болатын болды. Келесі мысалда жасанды зейін өзін жасампаздық тұрғыдан көрсетіп жатыр. Бұл жерде OpenAI компаниясының DALL-E жасанды зейіні сіз жазған мәтінге сәйкес суретті генерациялай алатын болды. Мен қандай сөздер жазып, оған жасанды зейін қандай суреттер генерациялағанын асықпай көруге кеңес берем. Бұл өте қызық. Келесі қарастыратын жасанды зейінімізде осы OpenAI компаниясының жемісі, атақты ChatGPT. Аты айтып тұрғандай, сіз бейне бір адаммен сұхбаттасқандай, чатта хабар алмасқандай күй кешесіз. Техникалық тілде бұны NLP дейді, яғни Natural Language Processing. Демек, табиғи адамның сөзін немесе мәтінін түсіне білу және оған сәйкес жауап беру. Мысалда, мен Қазақстандағы онлайн білім туралы бір мақала жазып беріңізші деген кезде нәтижесі келесідей болды. Біршама ақпарат берілген және де өте қызықты фактілермен бекітілген. Әңгіменің кіріспесі бар, негізгі бөлімі бар және де қорытындысы бар. Ал келесі сұрағыммен мен оның тағы да жасампаздық қабілетін тексердім. Мен оны Марсқа көшкен адамдар туралы өлең жазып беруін сұрадым. Нәтижесі ретінде ол маған бірнеше шумағы бар қайырмасымен өлең жазып шықты. Енді осы сөздерге әуенін шығару ғана қалды. Ары қарай мен оның техникалық біліктілігін тексердім. Мен оған Arduino платформасына арналған батырма мен жарық диодын қолданатын код жазуын сұрадым. Мені таңғалдырғаны оның код жазған емес, себебі код қатты қиын емес, ал кодты жаза отырып, соған түсіндірме беруінде болды. Қарап, оқып шықсаңыз болады. Жасанды зейіннің біраз мүмкіндіктерімен таныстық. Алайда бұл болып жатқан жаңалықтардың азғантай ғана бөлшегі. Біз үшін аталған технологиялардың үлкен бір кемшілігі бар. Ол олардың ағылшын тілі немесе қала берді орыс тілінде ғана жұмыс істеуі. Ал қазақ тілінде дәл осындай нәтиже көрсететін жасанды зейін жоқ па деген сұраққа біз ары қарай жауап беріп көреміз. Құрметті достар, біз Исайдамыз. Ағылшын тілінен аударғанда Institute of Smart System and Artificial Intelligence. Қазақша аударатын болсақ, ақылды жүйелер институты және де жасанды зейін немесе жасанды интеллект. Бізді қарсы алып жатқан осы институттың PR менеджері, нағыз сұрақ қоятын адам Құралай ханым. Қалың көпшілікке Исай ол қазақша озвучка деген сөзбен бір
белгілі бір деңгейде теңесіп кетті. Бірақ менің білуімше Исайдың зерттеу аумағы өте кең, және де өте көптеген жақсы зерттеулер бар. Жалпы институт туралы кішігірім айтып кетсеңіз, хабар беріп кетсеңіз. Біздің институтымыз ақылды жүйелер мен жасанды интеллект институты 2019 жылы қыркүйек айында құрылған Назарбаев университетінің базасында. Біз Назарбаев университетінің сол C4 ғимаратында орналасқанбыз. C4 ғимараты ол нағыз сол зерттеулерді өткізетін ғимарат. Біздің институтымыз жасанды интеллект жобаларымен айналысады. Жасанды интеллект саласындағы зерттеулермен айналысады. Біздің ғалымдарымыз неше түрлі ғылыми публикацияларды жазады ол тақырыпқа. Неше түрлі жасанды интеллект саласындағы жобаларды әзірлейміз. Керемет, рахмет. Мен өзім де сол мәтінді дауысқа айналдыратын технологияны қолданып көрдім сіздердің сайттарыңыздан. Сол арқылы Инстаграмға әдеттегідей видео түсірдік. Қасымдағы адамдардың айтуы бойынша ер адамның дауысы Қайрат Әділгерейдің даусына ұқсайды дейді. Яғни сол дауысқа айналдырып жатқан кездегі процеске сол дауыстың негізіне белгілі бір адамдар алынды ма? Сосын солардың негізінде синтезделеді. Сонда ол танымал адамдар ма, жоқ осы лабораторияңыздағы жұмысшылар ма, қалай болды? Ол негізі сол кәсіби дикторлар болған, біз оларды шақырғанбыз, олар өздері келіскен қатысуға. Кәсіби дикторлар, телевидениеде істейтін адамдар болған, немесе дубляжда жұмыс жасайтын адамдар, солар өз дауыстарын біздің системамызға жазған. Көпке мәлім болған осы мәтінді дауысқа айналдыратын технологиядан басқа қандай елеулі практикалық қолданысы бар зерттеулер бар? Бізде мысалы қазақша сөйлеуді мәтінге айналдыратын жоба бар. Ағылшынша айтқанда ол speech recognition деп айталады. Дауысты тану, немесе сөйлеуді тану. Негізі ол жобаны біз сол text to speech-тің алдында жасағанбыз бұрын. Сол жоба біздің сайтымызда орналасқан. Демо нұсқасы сайтымызда бар. Мысалы, сіз біздің сайтымызға кіріп, сол жобаның парақшасына кіріп, бір нәрсені қазақша айтасыз, бір сөйлемді, и системамыз сіз айтқан сөйлемді таниды. Орысша айтқандай распознает. И мәтінге айналдырады. Сол мәтінді сізге сосын көрсетеді. Біз 10 түркі тілін алдық, және сол 10 түркі тілін тани алатын, солардың сөйлеуін тани алатын системаны жасағанбыз. Тағы да ағылшынша айтқандай, ол speech recognition деп аталады, распознавание речи орысша айтқандай. Және ол сол 10 түркі тіліне Әзірбайжан, башқұрт, қазақ, қырғыз, түрік, ұйғыр, өзбек, чуваш, саха және тағы бір тілді ұмытып қалдым. Татар. Осы 10 түркі тілін біздің системамыз, жүйеміз тани алады. Біз жасаған жобалардың бүкіл кодтары, бастапқы кодтары, біз олармен ашық түрде бөлісеміз. Кез келген адам, кез келген IT компания, сол біздің веб-сайтымызға кіріп, GitHub парақшамызға кіріп, сол кодтарды жүктей алады тегін түрде. Ол әлемде өте белгілі практика, open source деп аталады. Бізде Қазақстанда ондай практика әзірше аз, және біз осы әлемдік практиканы, тәжірибені қолданып, енді Қазақстанға да ұсынып жатырмыз оны. Институт белгілі бір деңгейде жақсы нәтиже көрсетіп жатыр. Яғни сіздердің сайттарыңыздағы демо нұсқалар арқылы мәтінді дауысқа, дауысты мәтінге аударуға болады. Осы технологияға қызығып сіздерге бір коммерциялық ұсыныс жасаған адамдар бар ма? Яғни бізбен бірге жұмыс істеңіздер, немесе осындай бір осы нәрсені белгілі бір өзіміздің өнімімізге дайындап беріңіздер деген сияқты ұсыныстар келді ме?
ұсыныстар келіп тұрады бірнеше компаниялардан, тек қана қазақстандық компаниялар емес, оларға қосымша шетелдік компаниялар бізге хабарласқан. Біз осы жобаларды, олардың бастапқы кодтарды ашық түрде және тегін түрде ұсынғандықтан, ол компаниялар біздің веб-сайтымызға кіріп, бірденен сол кодтарды өздері жүктей алады. Сондықтан кейде олар бізге тікелей жазбайды имейлді, хатты. Бірақ жай біз көреміз өз немізден, статистикадан, мысалы осындай компания біздің бастапқы кодтарды жүктеп алды деп, модельдерді, жобамызды жүктеп алды деп. Мысалға, шетелдік компаниялардан, белгілі компаниялардан Google, Meta, Facebook, Microsoft, Apple деген компаниялар уже біздің жобаларды жүктеп алды. Сондықтан мүмкін келешекте біз қазақша Siri, Alexa'ны шынымен көреміз. Керемет. Бәріміз сол нәрседен үміттеніп отырған шығармыз. Google ассистент қазақша сөйлеп кеткен. Енді көріп отқан жас студенттер болсын, мүмкін IT саласына қызығатын оқушылар бар шығар. Сіздерге келіп жұмыс істеп немесе тәжірибе алмасқысы келетін шығар. Ол нәрсені қалай ұйымдастыру керек? Міндетті түрде Назарбаев университетінің студенті болу керек па, әлде басқасы да жолдары бар ма? Біз жыл сайын Summer Research Program деген стажировканы өткіземіз. Сол стажировкаға біз кез келген қазақстандық университеттен студенттерді шақырамыз. Олар біздің имейлімізге сол өздерінің заявкаларын жіберу керек, табелін көрсету керек, мотивационное письмо жазу керек. Осы күнге дейін қандай жетістіктер бар, сол салада қандай зерттеумен айналысқанын көрсету керек дейсіз? Көрсету керек. Сосын біз отбор жасаймыз. Барлығы жақсы болса, олар біздің интервьюімізді өтсе, біз оларды шақырамыз стажировкаға. Керемет мүмкіндік. Сізге көп рахмет. Сізге де рахмет шақырғаныңызға.